Қазір жаңа ғимараттарды СП бойынша емес, Еврокод бойынша жобалаймыз. 12 августта сондай приказ шықты. Енді сейсмикаға СП-ны емес, Еврокод 8 немесе НТП 08 қолданамыз. Мен алдағы уақытта осы бойынша расчет жасап сіздермен бөлісетін боламын. Расчет жасаудан бұрын Еврокодтың негізгі идеясын түсініп алайық. Еврокодта зданияны тек қана мықты қылып жасау емес, сейсмика кезінде қалай жұмыс жасауын алдын ала болжау. Оны мына сурет арқылы талқылайық. Осындай тізбек берілген, цеп. Осы тізбекті белгілі күшпен екі жаққа тартқан кезде ортадағы тізбек созылады, яғни пластикалық жұмыс жасайды. Оны біз алдын ала білгендіктен осы элементті деформация қабілетті қылып жобалаймыз. Ал қалған элементтерді беріктігін жоғары қылып жасаймыз. Осыны Еврокодтағы метод капаситивное проектирование деп атайды. Сондықтан колонналар, стена, фундамент беріктігі жоғары, ал балка, стенаның шеттері пластикаға қабілетті қылып жобалаймыз. Яғни пайда болатын энергияны пластикалық деформация арқылы сіңіру. Сол үшін Еврокодта 3 класс пластичность бар: DCL, DCM, DCH. Класс низкой пластичности, класс средней пластичности, класс высокой пластичности. DCL деген ол зданияны тек на прочность есептейміз, пластикалық жұмысын қарастырмаймыз, және де оны тек сейсмикасы аз аймақтарда қолданамыз. DCM деген біздің негізгі қолданатын класс средней пластичности, және де НТП осы бойынша жазылған. DCH деген ол жобалау қиын болғандықтан оны біз қолданбаймыз. Сондықтан Еврокодта бірінші концепция, сосын пластичность, сосын барып расчетқа кірсеміз. Бұл жерде класс средней пластичность таңдаймыз. Осындай СП бойынша жасалған здание, енді осыны Еврокод бойынша жасап шығамыз. Класс пластичности бұның DCM, средней пластичности. Алдымен сейсмиканың параметрларын Еврокод бойынша толтырып шығамыз. Мына жаққа кіреміз, таблица динамических загружений. И мына жерден 61-ші модуль таңдаймыз. Бізде 60 тұрды. Енді 61 таңдаймыз. НТП. Сосын параметры. И осы жерден өзгеріп шығамыз. Расчетное ускорение 4,777. Тип грунта 1Б болды. Коэффициент поведения. Таблица 2/1-ден қараймыз. Сосын басқа видеоларда бұл бойынша подробно айтамын. Қазір 4/2 қабылдаймыз. Стеновые системы и с несвязанными стенами 4/2. Мынау таблица 5/3. Коэффициент ответственности для зданий. Ол СП бойынша. Ол бұл жерде ештеңе өзгермеген. Жазып шығамыз енді. Мынау 4/2. 4/2. Коэффициент поведения по вертикали 1/5 қалады. 0,2 1 деген коэффициенттер қалады. Коэффициент ответственности по горизонтали. Так, ол 1/24 болды. Және де по вертикали 1/16. Сейсмика X. Сосын сейсмика Y. Сейсмика Z-ті жазған кезде біз мына коэффициентке расчетный ускорениені көбейтіп жазамыз. Себебі СП-да бұл коэффициент мына жерде бар. Отношение вертикального ускорения к горизонтальному 0,9 деген бар. Еврокод НТП-ны таңдаған кезде 61-ді. Ол коэффициент мына жерге жазалмаймыз. Сондықтан оны на расчетный ускорение көбейтіп жазамыз. Мен көбейттім. Көбейткен кезде осындай сан шықты. Коэффициент Z-ке ғана жазамыз бұны. Қалғандар қалады. Осылай толтырып шықтық.
НТП бойынша. Енді келесі видеоларда осының расчетін жалғастырамыз.